Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, хадистерінің бірінде: "Иза дахала ахлул жаннал жанна", жәннаттықтар жәннатқа кірген кезде дейді. Сол кезде табарака ва тағала айтады дейді жәннаттықтарға: "Атуридуна шайъан наситукум". Жәннаттың ішіне кіріп қойған жәннаттықтарға айтады: "Қалайсыңдар ма? Тағы бір нәрсе қосайын ба сендерге? Тағы қосымша сыйлық берейін бе?" Сонда фаяқулуна, жәннаттықтар айтады дейді: "Алам тубаййит уджухана", я Раббымыз, сол махшарда тұрғанда жүздерімізді ағарттың, нұр бердің. "Алам tudkhilnal janna", жәннатқа кіргіздің бізді міне. "Ва тунаджина минан нар", тозақтан құтқардың. Бұдан басқа қандай нәрсе Раббымыз сұрай аламыз біз сенен? Деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Қала фаяхшибул хижаба", міне ғайыптың пердесін ашады дейді Раббысы. Пайғамбарымыз айтады: Аллах тағала пердені ашады дейді. فَلَمْ يُعْطُوا شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَى رَبِّهِمْ. Жәннаттықтарға берілген нәрселердің ішіндегі, жәннаттықтарға берілген нығметтердің ішінде дейді, Раббыларына қараудан сүйіктірек нәрсе болмайды дейді. Оған еш нәрсе жете алмайды дейді. Міне осы сәт, құрметті жамағат, әрбір сахабаның арманы оған осы. Әрбір олардан кейінгі әрбір ғасырда өткен салиқалы адамның уайымы осы болған. Осы сәт. Осы бақыт деп аталады асылы. Бақыт деген нәрсе осы. Зор жетістік деген нәрсе осы.